Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен қамыры жұмсақ, ерекше болып шығатын песочный тестомен мясной пирог тағамын дайындаймыз. Іші енді өте дәмді, сочный болып шығады. Көріп тұрсаңыздар, сыртына дейін су аққан. Міндетті түрде менің видеомды соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіз. Ең алдымен бізге қаймақ қажет болады. Қаймақтың пайызы маңызды емес. Соның үстіне сода және тұз қосамыз. Және сары майымызды ертіп аламыз. Сары майымызды да салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Негізі қамырына 2 жұмыртқа қажет, бірақ мен 1 жұмыртқаны түгелдей, ал екінші жұмыртқаның тек ағын ғана қосам, яғни белогын қосам да жылтығын, сарысын сыртына жағуға алып қаламын. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Негізі бұл жерде қаймақтың орнына айранды да пайдалана берсеңіздер болады. Онымен де қамыры өте жақсы шығады. Келесі кезекте ұнымызды міндетті түрде елегіштен өткізіп өлшеп саламыз. Ұнымызды өлшеп салған соң барлығын жақсылап ең алғашында осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейіннен қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, сіздерге қажетті заттардың барлық нақты мөлшерін төмендегі описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз сондай жұмсақ, әдемі, эластичный, қолға жағымды қамыр шығады. Енді осы қамырымыз дайын болған сәтте салафан қалташасына салып, тоңазытқышқа шамамен 20 минутқа немесе жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін салмасын, яғни начинкасын дайындаймыз. Бізге мына жерде менде тартылған сиырдың еті және пияз ұсақтап туралған, сондай-ақ 2 картоп салдым, 4 бұрыш етіп турап. Картоп салмасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз, бірақ картоппен дәмдірек болып шығады. Және дәміне қарай тұз, бұрыш, қалаған кез келген приправаңызды салуларыңызға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді менің қамырым тоңазытқышта 20 минут уақыт тұрды. Енді үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды ортасынан 2-ге бөлеміз. Яғни бір жағы үлкенірек, екіншісі кішірек болуы тиісті. Ең бірінші осы пирогымыздың астыңғы бөлігін сатын боламыз. Үлкен бөлігін. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан өте тез сылады. Қамырдың қалыңдығы шамамен 3-2 миллиметрдей болу тиісті. Жұқа етіп піса берсеңіздер болады. Пісу барысында қамыр көтерілетін болады. Міне ысып болған соң осылай шанышқының көмегімен әр жерден тесіп шығамыз. Қамыр жақсы пісу үшін екінші бөлігінде дәл солай ысып аламыз. Енді жаңағы начинкамызды астыңғы қамырға салып, түгелде қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Шетіне шамамен 1-2 сантиметрдей жеткізбей жаямыз. Себебі қазір біз ол жерде түйетін боламыз. Енді жайылып тұрған үстіңгі қамырды осылай үстіне қойып, шет-шетін жақсылап басып, жауып шығамыз. Барлық жерін жауып басып шыққан соң, видеодан мұқият қараңыздар. Шетін әдемі көріну үшін осылай өрілген секілді әдемі узор салдым. Білмейтіндеріңіз болатын болса, мұқият қарап алыңыздар. Осы жерде видеоны ақырынға қойып көрсеттім. Қатты шетін бассаңыздар өзі шығып тұрады. Соны ішке қаратай қайырып, осындай узор шығарамыз. Осы кезде пешіңізді 180 немесе 200 градуста қыздырып алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Және жақсы пісу үшін ортасын міндетті түрде тесуді ұмытпаңыздар. Мен 200 градус қызып тұрған пеште 40 минут, 45 минуттай ұстадым. Ең соңында осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз үстіне.
және үстіне әсемдік ретінде бетіне кунжут немесе мен секілді мак сепсеңіздер болады. Мен бетіне мак сеуіп, қызып тұрған пеште осылайша пирогымды пісіріп алдым. Осымен біздің пирогымыз дайын. Назар қойып қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.